Кейін Алматыға келіп есейген кезде де маған ұрсып атты, осыны қойшы деп. Несі қызық бұның деп. Бұны түсіндіре алмаймын адам. Оны ұстау керек та, бұны рахатын білу үшін. Мейрамбек айтқан ғой оған енді. Абайла үстіңе өрмелеп кетуі мүмкін. Майым бол. Кәусар деген кезде енді жүрегім елжіреп кетеді меніңше. Өйткені ол сондай қыз әкелеп тұратын тек қана менің қызым болды. Жаз жігіттік аспанға шаншет 200 метр көтеретін қаран тірілдетіп бір боздап тыңдалады. Жерге түспей тірілдеп тұрады. Аш ауызда деді, аш мен түсінбеймін. Түкіріп жіберді. Сосын мен көкеме қарап едім, жұт деді. Мектептің қасынан ұшырамыз. Содан сабақта отырамыз, уайым. Ана кептер үйге келді ме деген жоқ па деп. Отырасың да сен уайымдап отырасың. Келеді соған мәз болып, онан бала болып, кептер жүрдім. Кейін Алматыға келіп есейген кезде де маған ұрсып атты, осыны қойшы деп. Несі қызық бұның деп. Бұны түсіндіре алмаймын адам. Оны ұстау керек та, бұны рахатын білу үшін айналысу керек. Бұған дейін кептерлерін қалың көпшілікке көрсетпегенді. Бізге көрсеткеніне ырзамыз. Мына кадрларды олай да, бұлай да қойып жатырмыз. Бірақ, неге келісті екен деген сауал мазалай берді. Сөйттік те, құшшы Мейрамбекті тануға ұмтылдық. Көңілсіз күндермен қоңыр күз жеткенде қолыңа гүл берген қош дедің көктемге. Қобалжитынына қарап оған айтады екен. Сахнаға құйттай кезіңде шықтың, не болды сонша деп. Рас, сахнаға шыққанына 25 жылдан асыпты. Бірақ діріл әл басылмаған. Мен кейбір кезде біздің өзіміздің жеке концерттерімізде қасыма столдар қойып қоямын. Өйткені кейде буын ұстамай қалады. Ана дірілдегеннен. Оны әрине елге көрсеткім келмейді сен. Қорқынышыңды бәрін. Өйткені сенде мақсат басқа. Айтатын әңгімеңді айтуың керек. Сол үшін шықтың. Сондай моменттерде аяқ дірілдеп құлаққамас үшін жаңағындай стол қоятынымыз бар кейде. Оның бәрі қазір ғой, енді денсаулыққа байланысты мысалы болған жатқан нәрсе. Дегенмен қорқамын мен кейде. Қорқамын көңілімнен, халықтың көңілін түсіріп алам ба, көңілінен шықпай қалам ба деп кейде қорқамын. Оған тым қиын еді. Қолпаштауды, мақтау мен мадақты бала күнде көрді. Есеңгірегеннен есірді. Бірақ ел оның еркелігін түсінді де кешірді. Есін жинаған, аға болған осы шақта көптің көңіліне қарайтыны, көптің ілтипатын қастерлейтіні содан. Екі сөзінің бірінде біздің дана халық деп отырады. Біздің халықтың бәрін кешірген ғой. Өзінің сүйікті өнерпазы болса, еркелігінде бәрін көтерген. Мысалға, бала кездерде мен ішіпті, мысалға да, шықтым сахнада, сонда. Бірақ енді Құдай сақтасын құлаған жоқпын. Сонда да халық біліп тұрса да кешірді, мысалға да. Талай өнерпаздарымыз біздің осы арақтан кетті, мысалы. Сонда да халық бір жаман сөз айтқан жоқ сыртынан. Талай өнерпаздарымызды білесіз. Сондықтан біздің дана халықтың махаббат тұрған кезде оны шаршадым, толдым деген оны. Жігіт адамға әсіресе жарасатын нәрсе емес. Ойбай жақындауға болмайды деген халықтың ондай байқалмайды. Кім болмаса да қасына келіп сөйлесіп, Мейрамбек аға да өз жағынан мысалы ана жерде бас тартып суреттен ондай болған емес. Кішкентай бала болсын, үлкен кісілер, шал кемпірлері болсын, кіммен болса да суретке түсуге дайын тұрады. Дастарханнан тегі тіпті жылтталып кетеді. Халықтың махаббаты болмаса, сенен суретке түсуге ұмтылмаса, қолхат алуға жұрттар жүгіріп келмесе, алдыңнан шықпаса, сенің қаншалықты деңгейдегі өнерпаз екенін содан білуге болады. Қаншалықты сұранысқа ие болған. Ал егерде сен өзің осы жолға өзің келдің, бала кезіңнен мысалға, мен басқа салада өзімді елестете алмаймын. Өзің осыған басыңды бәйгеге тіккеннен кейін, оны ары қарай шаршадым деп айтуға болмайтын шығар. Әрине, кейде ұйқы қанбаған, жол жеп қоятын бір қажытатын кездер болады, бірақ мен халықтан ешқашан шаршаған емеспін махаббаттан.
ол қошеметті елдер жылап жүріп, кейбіреулерге бұйырмай да кеткен. Сондықтан бұл енді жаңағыдай мастанып кететіндей жағдай емес. Адам баласына бір айқайлап, бір үлкен мінез көрсеткен көрмеппін. Жайлы, сондай сабырмен шешеді бүкіл тірлігін. Bir жеңіл әңгімелер басталып кетеді ортамызда. Ондайлар оған ұнамайды. Bir өмір жайлы, бір адамның тағдыры жайлы, сондай бір адамға ой салатын әңгімелер ұнайды. Мейрамбек ағамыздан алатын үлгі өте көп. Отырыста, мысалға, бас қосып отырған кезде, жаңағыдай өзі бір өсиет сөздер біздерге айтқан кезде, құлағымызға міндетті түрде сіңіріп аламыз, себебі ол сөздерді сіңірмеуге мүмкін емес. Сондай бір салмақпен айтатын сөздері бар. Ол бізге қатты айқайламайды. Қабағымен сәл бізге разы емес екенін білдіріп қойса, біз соны үлкен кәдімгі жүрегімізге алып, өзімізді сол бойымыздан қателікті іздеп, қандай жерден бір қателік жіберіп қойдық екен деп, сол қателікті тауып, жаңағыдай жөндеуге, орнына дұрыстауға тырысамыз. Я, қазір ол ырық-жырық күлкіден безген, өзі де ұстаздық етіп жүр. Әрбір сөзін құлағына құйып алып, ағалап жүрген жігіттер тартудың өнерпаздары. Мейрамбектің еліне тарту жасап құрған тобы. Жазайын ақ қағазға тізілдіріп, еркеме сөз сөйлейін, өз өлдіріп. Керемет ұстаз. Ұстаз болғанда да, мысал, ұстаз өзінің ұстаздығын мысал қалай білдіреді ол? Мен өзім сөйтіп ойлаймын да, ол әнді былай айтыңдар, күйді былай ойнаңдар деп қана емес, өмірде өз-өзіңді қалай ұстану керек? Ұстаз деп соны ойлаймын. Өте ақкөңіл продюсер, ағамыз шыны керек. Ағамыз енді бізді мен продюсермен деп айтқысы келмейді, себебі біздің бауырмашылығымыз одан басым деп айтады. Сондықтан продюсер емес, аға ретінде, ұстаз ретінде өте басымдылығы көп. Қабағыңдай бағайын, көңіліңдай табайын, қайтайналып келгенше аман болшай ағайын, қайтайналып келгенше аман болшай ағайын. Өзінің бас ұстазы Алтынбек Қоразбаевты көкелеп отырады. Шәмшімен, Әсетпен, Әсет Бейсеуовпен, Нұрғисамен жолықтырған тәлімгерін көкелемей қайтсын. Балалық шағым тәтті болып дейді тамсанып. Тілендиевтің аузына түкіргенін сипаттағанда, далалық дәстүрден айнымайтындардың қатарынан екені байқалады. Біз осында келдік концертпен. Көкем таныстырды осындай, менің баламны шәкіртім. Сонда көрші деп еді, мен сағындым келін атамды деген өлеңді айтып едім, жылады. Тағы да бір рет айтты, жылады. Аш ауызды деді, аш мен түсінбеймін. Түкіріп жіберді. Сосын мен көкеме қарап едім, жұрт деді. Бұндай әулие кісілер болады өмірде. Бір жақсылық жасаған жоғары деп, қазақтың ырымы ғой, сенді сүйіп түкіріп жатады. Сондықтан мен сол сәтті әлі есімде, содан кейін барып маған айтады ғой, көкем жаңа, сен домбыранда сол тартып кеткенің бәрі сол Алтынбек Тілендиевтен жықтау деп сол. Бұл жігіттердің қай-қайсысы жеке жүрсе де, құрамдасып жүргеннің өзінде де бір сол қасиетті азаматтық қасиет сақтап қалған. Үлкенге деген ізеті, кішіпейілділігі, нағыз қазақы жігіттер. Бұлардың барлығы да ауылдан өскен. Ауылдан нағыз атасының, әжесінің, анасының, әкесінің қолынан өскен жігіттер ғой. Сол қасиет сақтап қалған. Топырағына қарасаңыз да, жеріне қарасаңыз да, сол иісі аңқып тұр қазақылығынан. Сосын ол тек қана қазақылығын бұлар оққан-тоққаны, зерделегені, көңілі түйгендері көп. Осы екі қасиет қосылған кезде азамат болып шыға келеді. Біз білетін Мейрамбек бауырымыз қазақтың бір тор азаматы деп мен де ойлаймын, халқымыз да сөйтіп ойлайды. Халық ол кісіні өте қамқоршы, өте мейірімді, ешкімнің қолын қайтармайды. Көмегі болса, танымайтын адамға бәріне жүгіре қолын ұшын берем деп құшарланып тұрады. Халық өте жақсы көреді бауырымыз. Ол жаңыз мен айтқанымыз халық өзі. Қай Қазақстан түкпіріне барса да жақсы сыйлайды. Жақсылық істегісі келеді жүреді адамдарға. Арманжан маған айтып отырады, анаң жағдайы қалай болып жатыр, анау не болып жатыр, қалай болыпты деп сұрап отырады менен. Енді студияда мен ғой отыратын. Жалпы жанкүйерлер осында келеді.
Оның жағдайымен келеді, біреулер көмек сұрап келеді. Өзінің ешкімге айтпай, жарияламайтын көмектесетін адамдар да бар Мейрамбек. Оны ешкімге жарияламайды. Оны негізі біз де білмейміз. Бір-екі адамды алдауға болатын шығар. Оның өздері бір-екі күн. Ал бүкіл халықты алдай алмайсыз. Сондықтан ол жерде қаншама көз тұрған кезде оны игеру үшін не айтып тұрғаныңды адам білу керек. Өкінішке орай кейбір әншілеріміз біздің не туралы екенін білмейді. Оны халық бәрібір көріп қояды, сен көзінен ақ көріп қояды. Егер де адам өзінің айтып отқан не айтқысы келген ойын бәрін жеткізе білген адам болатын болса, халық оны міндетті түрде жақсы көреді. Қабылдай алады, халық сенеді сондай кезде. Бірінші сен өзің білуің керек не туралы айтып отқанын. Сондықтан фальш нәрселердің бәрібір көрініп қалады. Біздің дана халқымыз ол қанша дегенмен өте сыншыл. Ол өтірік соқпайды екен. Консерваторияда 1 жыл білім алғасын, ұстазы Бекболат Тілеуханнан кешірім сұрап, театр институтына ауысқан. Дәстүрлі әнді айта алмайтынын мойындағаннан. Менің қолымнан келмеді дегенді жақауратпай ашық айтты. Дәстүрлі әнші болушы ол Құдайдан беру керек екен, ол бала кезден өзі соған икем болу керек. Оны оқу мүмкін емес екен. Оны оқып сен дәстүрлі әнші бола алмайсың. Ол үшін шында да ата-бабамның бұрынғы өлеңдерінің бәрі бойында өзінен өзі болу керек деген сияқты. Ал енді 5 жыл босқа уақыт өткізіп жүріп, мен дәстүрлі әншімін дейтіндерді көргім. Өкінішке орай, тек қана олардан Қайрат Байбосыновты немесе Бекболат Тілеухановты көресің. Бар әрине өзіндік шыққан, өзінің бір стилін жайлап қалыптастырып келе жатқан әншілер бар, дәстүрлі әнші болса да. Мен ондайларды құрметтеймін, сыйлаймын. Өкінішке орай мен дәстүрлі арқаның несінде айта алмадым. Өйткені мен өзім шамамды білуім керек болды. Мен Жетісудың мектебінде өзім өнерімді бастаған, оның үстіне Алтынбек Қоразбаевтың жаңағы әндерімен бастағаннан кейін маған өте қиын болды. Бекболат ағалардан бәрінен кешірім сұрадым. Мен босқа сіздердің уақыттарыңызды алмаймын. 5 жыл жерде білім алуыма ұят сияқты болып көрінді да, содан кейін мен театральный вузға ауысып кеттім. Ал бірақ дәстүрлі әнді айтылатын адамдар бар, айтамайтын адамдар бар екен ішінде. Қанша мен кейбір кезде мақтап асыра сілтеп мен әнші деп жатады ғой, бірақ мен соны айта алмадым. Озаң даладағы Бозторғай, анау жаздығы тік аспанға шаншет 200 метр көтеретін қара дірілдетіп бір боздап алады. Жерге түспей дірілдеп тұрады. Мен ойлаймын, бұлардың өздері де тілде, әуенде, әнді сол Бозторғай сияқты, даланың Бозторғай сияқты, мен осылай баға беремін. Бұлар енді ертеңгі күні қайталана ма, қайталанбай ма, бұдан бір Құдайым біледі. Бірақ бұл жігіттер енді оза шапқан жігіттер. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар өнердегі рухымызды көтерген жігіттер, қай болмаса табиғатынан да, өнерінен де, талантынан да бір үйлескен жігіттер. Айналайын жолғысың, аман есен жүрмісің, ала таңнан шырылдап қуантқалы тұрмасың. Тұрмағанбет айтады ғой, баяғыда төрден орын аламын десең, бірінші мінезіңді дұрыстап ал деп. Сондықтан адам өз-өзін деп тәрбиелеуге болады. Мен мінезім осындай екен деп орынсыз бір жерде шошаңдай берудің қажеті жоқ. Жігіт адамға жараспайды. Салмақты болған, сабырлы болған жақсы деп ойлаймын. Мінез деген ол иман. Мінезіңді қаншалықты, мысалы, иманды адамдарды көрсеңіз, мінезі де жақсы да. Сондықтан мінез деген бұл мәдениетің, тәрбиең, өнерің сен. Не болса да, қандай жағдайда болса, сен көрініп тұрады қандай жерде шыққан. Ол сенің тегің. Сондықтан мінез деген нәрсені өте абай болу керек деп ойлаймын. Сол мінездің арқасында, мен осындай мінезімнің арқасында деп талай достар жоғалтып алғанбыз. Кейбір кезде ренжіп те алып алдық. Сондықтан сол келе-келе қазір мысалға 30-дан асты 40-қа жақындап келе жатқан кездеріміз ғой. Сондай кезде мінезді туралауға болады екен. Басқалардан бір өзгеше сияқты да,
басқа әншілерден өнер адам неге десең, бұл бір қазақи жағылы сондай басым болып тұрады өзінің. Мысалы, біз дін адамымыз ғой. Діннің де жағдайын, ахуалын жүрген жерде айтып отырады. Кенжеке аға, діннің ахуалы қандай қазір деп, онымен де не алып отырады да. Мен өз басым сол жағынан көп, өйткені оған бәрібір емес та. Келешек ұрпақ, біздің дініміз масқап, біз сүннит бағытында өнер жолында жүрсе де, соны ойланып, толғанып, соған жанашып жүргенде, бұл да бір өзгеше, басқалардан да бір өзгеше бір несі бар. Өмір бақи ұстазымның қасында жүрмейтін болдым ғой. Өз өмірімді жасауға басталған кезде, жайлап аздап қиыншылықтарды көре бастадық. Жаңағыдай көремаушылықтарды. Оның бәрін енді Алла тағала өзі реттеп жатар. Мұқағали айтып жатыр ғой, ойлаңдар достар, өнерде жарыс болмайды. Өресі жетпей күндесті қылған оңбайды. Өнерің жетіп өсе алмай қалсаң солғай, күндес таласқан өнерің өнер болмайды дейді. Сондықтан жас болсын, кәрі болсын, бір-біріміздің күндесіп жатсақ, жаңағындай көре алмай жаға жыртысып жатсақ, жамандап жатсақ бір-бірімізді, біз өспейміз. Біз кәдімгідей ел бола алмаймыз. Біз егер 21 ғасырдың жастары болатын болсақ, біз кез келді деп ойлаймын қазаққа. Көремаушылықтан арылатын кез келді. Бір-бірін жаңағындай жамандаудан сақтанып жүретіндей бір кез келді ғой деп ойлаймын. Қазақ бір-бірін қолынан ұстап, алдыға қарай жетелеу керек деп ойлаймын. Құс болып ұшып самғаймын, іздеуден сені табылмаймын. Мүлт еткен мөлдір қабамда, сен үшін жаралғандаймын. Оның қалжыңдары бөлек әңгіме. Әдеттегідей тасқа басуға болмайтыны, эфирде жарияланбайтындары өткір, қатпарлы. Ал мына біреусін әзіл қойлығына мысал келтір дегесін Арман досы айтып берді. Гитаристіміз бар тұғын, Ербол деген. Соған айтады, ана Қарағандыда циркте қойдық қой концерт. Қазір байқап тұр, концерт барысында ол гитарада тұрады ғой, как раз шет жақта тұратын еді өзі. Соны айтады, қазір есің ал деген ән басталғанда маймыл шығып саған қарап келеді. Соны абайлап тұрды. Гитаристіміз біткенше қорқып тұрыпты да анадан. Соны Мейрамбек айтқан ғой оған енді. Абайла, үстіңе өрмелеп кетуі мүмкін. Маймыл. Ол қызымен мультфильм көреді. Киноға бергісіз анимациялық фильмдер бар ғой дейді көзі жайнап. Көбінесе қазір мультфильм көремін қызыммен бірге. Кез келген мультфильмді көремін. Қазір оның үстіне не бір керемет кинодан артық мультфильмдер шығып жатыр, білетін шығарсыз. Соны жібермеймін бірінші часть, екінші кезеңі болсын. Ешқандай жібермеймін. Сондықтан мен қазір мультфильм жақсы көріп кеттім. Соны ой өзгеріп кеттім әлде? Қызымды тыңдап кеттім ба? Әлдей ақ еркем, әндей сәби жоқ көкем, анам әкем дейсің бе, тілің тәтті екен. Осы өлеңді Кәусар арнап жаздым ғой. Біраз адамдар, аналар келіп, немеремді осы өлеңін ұйықтатам, кейбір кезде осыны тыңдамаса, ұйықтамайды біздің қыздар деген көп естіген. Біраз журналистер айтты, онда бесік жырын әке деген айтушы ме еді деген сияқты анамды әңгімелер болды. Енді біздің де жүрегіміз бар ғой, біз де өлең айта аламыз ғой. Баяғыда Бозторғайда айтқан кезде жетім екен деп талай-талай өсектерді естіген мен. Әке шешем бар, мен Тараз қаласында туған, осы Талас ауданында атам мен апамның қолында өстім. Әке шешем жас болды да, мен соларға беріп кетіп, Құдайға шүкір, мен ақсақалдың тәрбиесін көрдім. Әжем әнші кісі, әлі күнге дейін осы той-томалақтарда әжем өлең айтқан кезде шуламаған ел қалмай қалады, қол соқпаған, сүйсін тұрып тыңдамаған ел болмай қалады да, біздің тойларда мысалы. Сондықтан кейде әжеме де тартқан кезім шығар. Мен нағашы жұртымда бір үлкен ұсталық бар еді, дүкен ұстайтын. О жақтан да бір дарыған шығар деп ойлаймын, бір жақсы нелері, жаңағы өнерді өйткені ұстайды, ол кісінің қолынан келмейтін жоқ еді бала күнімде. Мысалы, мен көрмедім, бірақ көп адамдардан естиміз, әлі күнге дейін осы нағашымды айтып отырады, Естай молдан айтып отырады. Сол қариялар
әлі елдің есінде. Өзінің салмақтылығымен, өзінің сабырлығымен, өзінің даналығымен әлі күнге дейін көз алдымызда. Ауылға барған кезде әлі күнге де айтады, Естайдың баласы қалайсың? Менен бір демейді бәрі. Есіңе түспей тұр ма? Жапырақтар сарғайып, күн бұлтты болады. Жаңбыр жел жауады, құстар ұшып барады. Жаттап алыпсың ғой? Айтып қойдың ба сен оны? Енді айтасыңдар ма? Енді айтамын. Кішкентай ерке Кәусәрім бар. Кәусәр деген кезде енді жүрегім елжіреп кетеді меніңше. Өйткені ол сондай қыз әкелеп тұратын тек қана менің қызым болды. Мен кіргеннен бастап маған жабысады, мойныма асылады, содан қасымнан қалмайды. Біз екеуміз бірге кептер бағамыз. Енді сүйген жарым туралы не айтуға болады? Енді ол үйде күтіп отырған адам ғой. Құдайға шүкір, оның қабағы болса болды емес, басқа ештеңе керек жоқ. Анда-санда шаршап келген кезде шайын береді, тамағын береді. Сондықтан тап-таза киіндіріп жібереді, аман есен кел деп айтады. Ол ешқашан маған звондамайды, жаңағы қайда жүрсің деген сияқты әңгіме сұрақ деген жоқ біздің үйде. Аман кел деген тілек бар біздің. Мейрамбектің дауысы қайталанбайтын дауыс. Оның жаны домбыра, оның жаны поэзия, оның жаны бауырмал, оның жаны қазақ, бәрі дұрыс. Бірақ, мысалы, өмірден мезгілінен бұрын кеткен иллюзион шығыс Алтынайдың қолы жетпеген кептерлері туралы айтқанда, бір тұңғиыққа батады. Ал тұңғиыққа батып жүретін көздері. Именно осы пародада сұрағаны Алтынайдың сиқырға, тығуға оңайда жаңағындай ше. Сөйтіп. Мен осыған Алтынайға тауып қойдым, кептерлерің менде тұр деп айттым, 8-ін алып келгенмін. Содан көбейді, содан енді ол қыз арманына жете алмады, кептермен жұмыс істей алмады, мен кептермен. Маған айтатын еді, сен, если хочешь, мен сен домбыраның үстіне қонат жасап беремін деген маған Алтынай. Екеуміз әбден кептер туралы сөйлесетіміз сөйтіп. Сөйтіп осыны содан кейін қалып қойды, как осы Алтынайдың несі сияқты осы. Мен басқа парода ұстайтын, бұл да ұнап қалды да. Өте таза кептерді, тазалығы мықты да. Сахнаға шыққан кезде бір куплеттен кейін барып өз-өзіңе келеміз. Мысалға да. Сахнаға шығардың алдындағы қорқыныш. Сол қорқыныш жаманда. Қалай болады екен, қазір қалай қабылдайды сен. Мен ұстазым айтады, сен осы сахнаға қайтып келем деп шық дейді. Мен осымен болдым, біттім деп шықпа, мен осы сахнада ертең қайтып жұмыс істеймін деп шық дейді. Ол деген не деген сөз ол? Бір өлең айтсаң да, дұрыстап шығып, халықтың есінде қалып кетіп, халықтың көңілінен шыға білу керек та. Қайтып келесің мына жерге. Қайтып келген кезде сені халық қабылдай қала ма, қабылдамай ма? Сол сұрақ тұрады да үлкен. Сондықтан олар біз сахнаға шығар кезде Аллаға сеніп шығамыз. Қорқып тұрамыз, дірілдеп шығамыз, бірақ шығып ана халықты көрген кезде бір куплеттен кейін барып басылады. Бір бәйгеге шапқандай боласың да, көсіле бересің, екінші куплет үшін бір кезде қалай бітіп қалғанын білмей қаласың. Сол кездерде мысалы қимай қаласың қошеметті. Кеткің келмей қалады, егерде сәтті шықса. Ал кейде болады, домбыран келмей қалады, болмаса бір сәтсіз болып қалады. Сөзінен шатасқан кездер, ол кезде өзіңді жеп қоясың. Ән шықпай қалады, жағып жібересің өзіңді. Құс қанат менің ғұмырым, қанатын тағы бір қақты. Құсын көрсеткені, өзін қыран етіп өсірген еліне рахмет дегені. Домбыра жүрек жаны құс қоңыр бала, елді шын сүйет. Құс қанат менің ғұмырым, қанатын тағы бір қақты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатын тағы бір қақты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатын тағы бір қақты. Тұса
Батырып текке жүрдік пе, жойылып жерден кетер ме? Жобасы түскен бір нүкте